Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің отбасымның сүйікті тағамы штрудли тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге сәбіз, пияз, картоп және де ет қажет болады. Сәбіз бен картопты біркелкі етіп, осылай турап шықтым. Сәбіз және картопты біркелкі етіп, орташа көлемде турадым. Сіздер өз қалауыңызша әртүрлі формада турасаңыздар болады. Картопты жақсы көрсеңіздер, онда бұдан да көбірек картоп қоссаңыздар болады. Маған осы 4 картоп жеткілікті болды. Пиязымызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Мен сиыр етін алдын ала турап дайындап қойдым. Кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Осымен барлық құрамын турап дайындадық. Енді кезекпен қуыратын боламыз. Қызып тұрған табамызға өзімізге керекті мөлшерде сұйық майды құямыз және де ең бірінші етімізді қуырып аламыз. Табамыздың бетін жауып, етімізді шамамен 10 минуттай қуырамыз. Етіміз міне дәл осылай қуырылып жатыр. Енді бетіне ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, 5 минуттай бетін жауып қуырамыз. Пиязымызды қуырып болған соң, енді сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Сәбізіміз ұзақ уақытта пісетін болғандықтан, оны картоптан бұрын саламыз. Картопымызды қосып қуыратын боламыз. Томат пастасын және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер, тұзымызды қосып, жақсылап қуырамыз. Барлығын қуырып болған соң, енді су құятын боламыз. Суды өте көп мөлшерде құюдың қажеті жоқ. Барлығы осылай суға батып тұрғанша құятын боламыз. Бетін жауып 10-15 минуттай бұқтыратын боламыз. Мен томат пастасын қосуды ұмытып кеткендіктен, бір ас қасық томат пастасына суды құйып, жақсылап араластырып, осылай тамақтың бетіне қосып жібердім. Енді тағамымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Бізге су, тұз, ұн, жұмыртқа қажет болады. Суымызға тұзымызды жақсылап араластырамыз және де жұмыртқамызды жарып, енді қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте қатты немесе жұмсақ болмауы керек, орташа болуы қажет. Қамыры дәл еттің қамыры сияқты болады. Илеп болған соң, бетін жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамыр жаятын боламыз. Кішкене ұн сеуіп, осылай оқтаумен екі шетін басып, жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Міндетті түрде жұп-жұқа етіп жаюымыз керек, әйтпесе ортасы піспей қалуы мүмкін. Қамырымызды міне біркелкі жұп-жұқа етіп жайып алдық. Енді арасына сұйық май жағамыз. Арасына өз қалауыңызша укроп немесе үкістен өткізілген сәбіз салсаңыздар болады, немесе дәл осылай ештеңе салмай-ақ дайындасаңыздар болады. Менің отбасым дәл осылай ештеңе қоспай дайындағанды ұнатады. Енді қамырымызды пышақпен кесеміз. Барлық қамырымызды дәл осылай кесіп алдық. Енді қайнап тұрған тағамымыздың бетіне саламыз. Қайнап тұрған сорпамыздың бетіне салатын боламыз. Қамырымыз кішкене батып тұруы қажет. Барлығын салып болған соң, бетін жауып, баяу отта 20 минут бұқтырамыз.
осымен біздің штрудель тағамымыз дайын болды. Кешкі асқа міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.